папиллома вирусына қарсы екпе салынуда. Статистика бойынша аталған індетті жыл сайын 2000-ға жуық адам жұқтырады екен. Сонымен вирустың қауіптілігі қандай? Вакцинаны кімдерге салдыртқан дұрыс? Жалпы екпенің медициналық, ғылыми теологиялық маңызы неде? Адам папиллома вирусы тері мен дене бөліктерінің шырышты қабықтарын зақымдайтын вирустың түрі. Ол жасушалардың қатерлі ісігінің деградациясы мен жатыр мойны обыры сияқты қатерлі ісіктің дамуына әсер етеді. Осы ретте аталған індетті алдын алу үшін ғалымдар 2000-ға жуық қыз балалар арасында екпе салып тексеру жүргізді. Сонда вакцина алмаған әрбір 5-ші қыздан жатыр мойны обырының белгісі анықталған. Адам папиллома вирусына қарсы вакцинация енгізсе, осы обырды алдын алуға мүмкіндігі бар екенін бүгінгі таңда дәлелдеп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кеңесіне сәйкес, осы адам папиллома вирусына қарсы екпені қыз баланың 9 жас пен 13-14 жасқа дейінгі қыз балдарға екпе жүргізуге кеңес беріп отыр. Біздің Қазақстан Республикасында осы 2024 жылдың 162-ші қаулыға сәйкес ұлттық алдын ала егу кестесіне өзгерістер енгізілді. Яғни осы адам папиллома вирусына қарсы екпені жоспарлы түрде 11 жастағы қыз балдарымызға екпе жүргізуге биыл енгізіліп отыр. Жалпы Қызылорда облысы бойынша қазан айының 24 жылдың қазан айының 1 жылынан бастап осы екпелер жүргізілу басталды. 4 мыңға жуық қыз балдарымызға екпе жүргізілді. Бұл екпені алуға ата-аналардың бір шамасы қарсы. Көбіне олар діни наным сеніміне сүйене отырып, вакцинациялауды қолдамайтын көрінеді. Ал шын мәнінде ешқандай дәстүрлі дін екпеге тыйым салған емес. Керісінше денсаулықты сақтауға деген ұмтылысты қолдайды. Жалпы шариғатымызда екпеге түбегейлі ешқандай бір қарсылық жоқ. Алайда енді осы екпеге қатысты шариғаттың шарттары бар. Екпенің құрамында шариғатқа қарсы келетін нәрсе болмауы қажет. Осы екпе саларда білікті мамандардың, яғни тағайындалуымен, яғни осы екпенің денсаулыққа зияндығы жоқтығы нақтылану керек. Қауіпті індеттен қорғануға мемлекет тарапынан жасалып жатқан жұмыстар мен белгіленген дәрігерлердің ескертпелерін мүлтіксіз орындауға мүдделі болғанымыз абзал.